Мына жерде дискотекаға айналған. Біз қазақтың әнін тыңдау керек, демалуға керек. Сендер мына жерде халық біздің үстімізге шығып кетті. Дұрыс па сол? Біз сыйлап келдік, өздерін сыйлап келдік, сахнаны сыйлап келдік. Сондықтан мен анау сенің қасында жүрген жаңа оққағарыңды халықты итеріп жатыр, халық итермесін. Сен өзің дұрыс орныңды біл. Менің айтайын дегенім сол. Менің есімде шәбә болмасын, кешірім. Біз сыйлап келдік, сондықтан сендерде біз сыйлап взаимоуважение деген болады. Аналар кешіріңіздер. Егер артып кетсе, барлықтарыңызды берекелеріңізбен. Артып кеттіңіз. Мына жақсы. Дұрыс. Аға кешіріңіз, сіздің көп көргендеріңіз бар екен. Бірақ мынау алыстан алшастар бала келсе, орнынан 60-тағы шал тұрып сәлем береді дейді. Ол сіздің аға кешіріңіз. Бірақ менің айыбым сіздің есімім сұрағаным шын мәнінде. Басқа менде ештеңе жоқ. Мен түссем халық үшін сұрағаным, сіз үшін сұрағаным. Есіміңіз кім болады аға? Есіміңіз кім? Барайыншы аға, сіздің ор алдыңызға барайыншы мен. Есімім Мейрам. Мейрамды аты көріп қойынды. Менің есімім Қанат болады. Кешкі деген сатып келіп отырса. Бірақ дегенмен де мен не істесем де, бірақ мен халық үшін істеймін. Кешіріңіз Мейрам аға. Осы жерде ұқсап болатын болсақ, осы Мейрам ағамыздың құрметіне, жалпы қазақтың жігіттерінің құрметіне, және де осындай Мейрам ағамыздың мінез сияқты қайсар жігіттердің құрметіне Табылды Досым деген ағамыз танитын шығарсыз. Өнерді сыйласаңыз. Танисыз ба? Иә. Атыраудың азаматы, Индерде туған, сол кісінің ән мен сөзіне жазылған Сәйгүл деген ән қабылдаса. Сіздер азаматтардың құрметіне, қазақтардың құрметіне. Жарай ма? Ренжімеңіз аға кетсек, иә?